Кемтар жарымжан балалардың неге аурушаң болып туылатыны туралы жұртқа ақыл айтқан блогер басына бәле тілеп алды. Әлеуметтік желіде Гүлнара блогер атымен танымал ол аутизммен туылып қатерлі ісікке шалдыққан балалардың сырқатына ата-анасын айыптады. Әулие блогердің байламынша, жеңіл жүрісті ата-аналардың баласы ауру болып туылады. Бірақ блогер өз қатесін түсінбеген сияқты, өйткені ел шулап жатқанда ол тағы былай деді. Почему-то вы приняли это на свой счет. Я в общем обосновала, что последствия какие, да, и причина чего всего, всех этих заболеваний носителем является распутство. Ал біреулер осы Гүлнара Дариғаның сіңлісі емес пе екен деп сауал қойып жатыр. Чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни, преждевременной. И детей этих уродов показать инвалидов. Пусть смотрят. Интернаттағы мүгедек балаларды урод деген Дариға Назарбаева бұл сөзді айтқан кезде мәжілісте депутат болып отырған. Бірақ оған ешкім мұның не дей алмады. Бірақ 78.640 теңге айыппұл блогерге сабақ болмаған секілді. Ол өз қатесін мойындамай ақталып жатыр. Он аз десеңіз, жазылушыларынан жылу жиюға да арланбады.